Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге жұмыссыздыққа еңбек кезет арқылы тіркелуді көрсетемін. Ол үшін бірінші еңбек егов портал арқылы ЭЦП ключіңізбен кіріп алып, через егов кірсеңіз болады. Егер бұрын еңбек кезетке тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасы арқылы өзіңіздің номеріңізді жазып, мобильный номеру деп және код подтверждение жасау арқылы тіркеліп алып барып кіресіз. Мен бұл жерде тіркелген, сондықтан через егов арқылы кіру оңайырақ. Еңбек кезетке кіреміз через егов. Разрешить батырмасын басамыз. Енді осы жерде адам тұрған жерді бассақ, мой кабинетке кіреміз. Регистрация лер и безработного деген таңдаймыз, государственные услуги дегеннің ішінде. Енді осы жерде төменге түсеңіз, птичка қоятын жер бар. Соған галочка қойып, осы жерде галочка қойып, согласно на сбор дегенге через ЭЦП эрсамен қол қоямыз. Проверкадан өтеді. Бұл жұмыстыққа тіркелу үшін қажет. Ол көбіне жұмыстан айырылып қаласыз. Сосын жұмыстыққа тіркеліп, сіз жұмыстан айырылған үшін берілетін жәрдемақыға тапсыра аласыз. Сол үшін қажет. Және көп жерлерде жұмыссызбын дегенді дәлелдеу үшін осы жұмыстыққа тіркелесіз. Сонда сізге жұмыссыздық анықтамасы шығады егофтан. Мінекей проверкадан өтті. Енді подать заявку десек, сіздің данныйларыңыз, базадағы данныйларыңыздың барлығы өзі шығу керек. Жұмыссыздыққа негізі 3 рабочий күнде тіркеледі. Сізде бұрын резюме бар дейді, соны жалғастырасыз ба деп тұр. Я деген батырманы басамыз. Ұзақ ойланып тұр, сет нашар болып тұр. Wi-Fi жай ұстап тұр. Және бұрын 2 резюме жазылған екен, соның соңғысын таңдап аламыз. Сізде болмауы мүмкін, жаңадан басталады, егер болмаған болса. Осы жерде барлық данныйларыңыз шығады, және осы сұрақтарға қарай барлық сұрақтарына жауап бересіз. Дата незанятельности дейді. Соңғы рет жұмыстан шыққан күніңізді жазасыз, ай, күн, жыл. Бұл жерде мысал ретінде көрсетіп жатырмыз сіздерге. Причина дейді, не үшін шығып кеттіңіз? Және категория состояния. Қай уақытта бері шықтыңыз? Год, более или менее месяца, қайсысын таңдайсыз? Цель учета, не үшін жұмыс іздеп жатырсыз? Сіздің адресіңіз, өзіңіздің тұратын жеріңіздің район, ауыл, аудан барлығын таңдайсыз. Және дейді.
желаемый должность не болып тұрғыңыз келеді. Стаж работы, осы жұмыс бойынша стажыңыз. Қанша зарплата алғыңыз келеді. Соны примерно жазасыз. Опыт работы деген жерде бұрын жұмыс деген жерлеріңіз шығып тұру мүмкін. Қай жылдан қай жылға дейін шықпаса, оны енгізсеңіз болады. Барлық сұрап тұрған разделдердің бәрін толтыруға міндеттісіз. Образование деген жерге қай жерде оқыған жеріңіздің барлығын толық дұрыстап жазуыңыз керек. Сосын барып, соңында сохранить етесіз. Сохранить еткеніңізде ошибка деп шығып тұрса, значит, толтырмай кеткен жерлеріңіз болу керек. Соның бәрін толығымен қарайсыз. Личный качество, курс сертификаттарыңыз болса шығып тұру керек. Өзіңіз енгізсеңіз болады. Курс сертификаттары PDF форматта. Тілі қазақ тілін жақсы білесіз бе, орыс тілін жақсы білесіз бе, соны таңдайсыз и сохранить етесіз. Ваша заявка оформлена дейді. Енді осы жерде зарегистрироваться как лир деп таңдайсыз да, және эрсамен қол қоясыз. Бұл жерде бұл кісінікі из ЭЦП не соответствует деп шықты. Сізде олай шықпаса, зарегистрироваться как лир деп таңдап қол қоя бересіз. И сосын сізге жұмыс іздеуші болып тіркелдіңіз деп SMS келеді. Үш рабочий күнде